Армысыздар, құрметті отандастар. Қазіргі таңда отбасы банк мәселесі барша қазақстандықтарды толғандырып жүрген рас. Бірі оны жеке банк ретінде ашылады десе, ал екіншісі тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі салымымыз қалай болар деген ойда жүр. Осы жағдайды ескере отыра, біз Нұр Сұлтан қаласы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі орталық филиалының директоры Матаев Жансұлтан Орынбекұлынан жеке сұхбат алуды жөн көрдік. Бәріңіз зейін қойып тамашалаңыздар. Құрметті біздің салымшылар, елімізде болып жатқан жақсы жаңалықтарды барлықтары естіп жатсыздар. 11 мамырда ел президенті Тоқаев мырза біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі базасында толыққанды отбасы даму институтын құру туралы жариялады. Осыған байланысты біздің салымшылардың арасында жалпы қоғамда көптеген түсініспеушіліктер, көптеген қашыртпа әңгімелер, сұрақтар туындап жатыр. Сол мәселе бойынша мен өз түсінігімді бергім келіп тұр. Біріншіден, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ешқандай да жабылмайды, жаңадан банк құрылмайды. Бұл отбасы банкі дегенді тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жаңа атауы деп қарау керек. Яғни, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бүгінгі қолданыстағы барлық пайыздық мөлшерлемелері, несие бойынша, депозит бойынша, біздің қазір жүзеге асып жатқан барлық бағдарламалар бойынша нұрлы жер, әскери баспана, бақытты отбасы, жаңадан президент жариялаған 5-10-20 пилоттық жобасы Құдай қаласа ол бекіткеннен кейін соның барлығы толығымен жүзеге асырылады. Барлық міндеттемелер орындалады. Енді отбасы банкі құрылғандағы біздің осы атымыздың өзгеруімен қатар бұл жерде бүгінгі таңда әр облыстық орталықтардағы әкімдіктер жүргізіп жатқан, яғни тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу, тіркеу, оларды бөлістіру, сол функцияны осы жаңадан құрылатын отбасы банкіне беретін болады. Яғни бұдан тек қана осы біздің салымшылар мен еліміздің азаматтары, тұрғындары ұтады деп есептейміз. Себебі тұрғын үйге мұқтаж азаматтар осы отбасы банкісіне келіп, бір терезе қағидаты бойынша өзінің үйлі болу арманына тезірек жеңілдетілген шарттармен жетеді деп сенеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне есеп шоттарыңызды ашып, бізбен қызметтеріңізді жалғастырыңыздар. Арманымызға бірге жетейік. Достар, ақпарат танымды әрі пайдалы болғанына сенімдіміз. Осындай тікелей дерек көздерінен түсірілген видеоларды жібергілеріңіз келмесе, онда біздің YouTube каналындағы Жилстрой Астана парақшасына тіркеліңіздер.